Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге салқындатып ішілетін өте дәмді болып шығатын осындай мохито сусын дайындайтын боламыз. Алдыменен бізге бұл мохито сусын дайындау үшін лимон, лайм қажет болады. Барлығын осылай турап дайындап аламыз. Мята шөбі қажет болады және де осындай сироп қажет болады. Мен клубника дәмімен алдым, құлпынай дәмімен. Бұның кез келген дәмдерде болады, әртүрлі алмамен, лайммен және де сарыағашымыз қажет болады. Газдалған сусын. Алдыменен біз осындай ыдысымызға сиропымызды құйып аламыз дәміне қарай. Егер де сіздер тәттірек жақсы көрсеңіздер, құлпынайдың дәмі қатты шыққанын көбірек құйсаңыздар да болады үстіне. Кейін оның үстіне осындай сарыағаш газдалған сусынымызды құямыз сиропымыздың үстіне. Және де бұның мохитомыздың үстіне жаңағы лаймды және де лимонымызды турап үстіне саламыз. Кейін үстіне осындай мята шөбін саламыз. Дәл осы күйінде жарты сағат көлемінде өзіміздің холодильнигімізге салып қойсақ, салқындатып ішсек өте дәмді болады. Кейін мен осы қалған сарыағашымен осындай тағы да бір орташа графинге жасай салдым. Кейін үстіне лимон мен лаймды салып және мятымызды саламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Салқындатып ішсеңіздер, мұндай ыстық күнде өте керек сусын. Мінекей осымен біздің мохитомыз дайын болды. Дәмі өте дәмді болып шығады. Шөлдегенде шөлдеріңізді де басады. Менің осы видео рецептім бойынша сіздер жасап көріңіздер. Баршаларыңызға рахмет.